Сен не қарның тойын деген ба не? А? Осымен үшінші рет саған клиенттерден жалбы түсіп жатыр. Короче, көкірегін көтіңе тық қой, түсіндің ба? Алдың ба ақшасын, нормально істе жұмыстарын, түсіндің ба? Да пошел ты, козел. Че там? Тағы проблема ма? Короче, Зояға апаршы мынаны. Өзінің табарымен өзі сөйлесін. Бір еместі, екі еместі надоел уже біле. Мамашаға сәлем айт. Бұдан кейін табарын дұрыстап таңдасын. Тура осылай жалғаса беретін болса, қыздарына ғана емес, өзіне де проблема тауып беремін. Жүр, отыр. Сен неменеге тырысып бүрісіп жүрсің? Қалай, қайдан келгенді ұмытайын дедің ба? Аузыңды жапшы. Қысатын жерімді қыста апар деген жерге апарса болды ғой. Жарайды. Апар деген жеріңе апарайын. Бірақ сені мамашаларың күтіп отыр. Ол жерге барғаннан кейін сені жылы қабақ танытып күтіп алатынына күмәнім бар. Өзіңе өзің тілеп алдың негіз. Тыныш қана жұмысын атқарғаныңда ештеңесі жоқ еді. Блин, надоело. Өшір шойныңды. Жарайды. Қаншық, сен қарның тояйын дегеннен кейін мінезіңді көрсетейін дедің ба? Сен осы жерге қалай жылап еңіреп келгенің есіңнен шығып қалды ма? Қарызға белшемнен баттым. Маған жұмыс істейтін ақша керек деп. Бейшара болып келген кезіңді ұмытайын дедің ба? Осындай сорлылар қалтасына көктейін бітсе көкіректерінен ампысып шығады. Вообще-то сен кімнің арқасында ақша істеп жүргенін білесің ба? Неге клиенттермен жұмыс жасамайсың сен? Алған ақшаңды адал еңбегіңмен алмайсың ба? Адал еңбегіңмен? Күлкімді келтіремен қойыңызшы. Сорлы. Клиенттер ақшасын берді ма? Солардың көңілін тап. Айтқанын істе. Сен үшін сол адал еңбек деген. Мен саған бардым ба алдыңа жұмыс сұрап? Сен менің алдыма келдің жұмыс сұрап. Өтірік ба? Мен сізге тәнін сататын жезөкше боламын деген жоқпын. Мен сені прокуратураға, әкімшілікке жұмысқа кіргізеді деп ойлап қалдың ба? Кешір, білмей қаппын. Аларып қарама маған үйтіп. Көзіңді ойып алам, естідің ба? Бұдан кейін сенің клиенттеріңнен жалып естейтін болсам, мен сені өз қолыммен буындырып өлтірем, естің ба? Мені олай қорқытпай ақ қойыңыз. Бұл сені қорқытуым емес, ескерту, түсіндің ба? Жоғал! Сіз жақтардан проблема болмаса, бізден ешқандай уайымдамай қойсаңшы. Бірінші рет істеп отқан жоқпыз ғой бұл жұмыста. Шотқа қалай ақшаны аударасыздар? Ертеңіне кешіктірмей товар жіберем. Ол жағына ешқандай күмәніңіз болмасын. Сәке, сенен бұл сізге. Яққа қалдырмас деп ойлайым. Жарайды, Сәке. Болды, келістік. Болды, келістік. Алло. Өткендегі бизнес бойынша ақшаны дайындыңдар. Сосын маған хабарын айтыңдар. Нурик, қалай анау? Клиенттерден ешқандай жалобы жоқ па? Ана қаншықтағы да тулап жүрмесін, мінезін көрсетіп. Әзірге тыныш, Зоечка. Проблема болса айтам өзіңе. Білесің ғой, мен сен проблемаларын шешпеймін. Егер ана қаншығың тағы да проблема шығаратын болса, сені де, оны да аямайым. Ескертіп өм өткенде. Сен боқмұрын.
Маған олай сөйлемей-ақ қой. Сен сияқтылардың талайын көргем. Сен мені үйтіп қорқытпай-ақ қой, түсіндің ба? Тәтті ауыздың дәмін кетірмей, одан да тірлігіңді істеп жүре берсейші. Егер ана қаншығың тыныш болса, біз де тынышпыз ғой. Давай. Ассалаумағалейкум, бауырым. Уалейкум салам. Сенен бірдеңе сұрайын деп едім. Сұрап көріңіз. Мына қызды 2 күннен бері байқап жүрмін да, алып келесіңдер, алып кетесіңдер. Жай ма? Жайшы интерес қуып жатсың ба, көке? Енді ана қыз қалай былай? Андай ма? Қандай ма? Енді Ассалаумағалейкум. алейкум ассалам. Не болды? Не проблема? Тыныш па? Проблема жоқ. Мынау қыздарың қалай былай? Соны сұрап жатқаным ғой. Қандай қыз? Жаңағы алып келген қыздарыңды айтып тұрмын да. Не керек көке сізге? Ой, жігіттер, несін жасырасыңдар, оны жігіт бұзып айта берсеңдерші. Не айту керек, түсінбедім вообще. Қысқасы жігіттер, мен бұл қалада тұрмаймын. Іс сапарға келгенмін ғой осы жерге. Мына жерде жоғары қабатта бір элиталық пәтерді көрдім да, жалға беріледі екен. Сол жерге байқап жүрмін. Қыздарды алып келіп, алып кетіп жүрсіңдер ғой енді. Сол маған да қыз керек дегендей ғой енді. Айтпайсыз ба сөйтіп көке? Енді ыңғайсызданып. Ей, жоқ, қандай қыз керек? Өзбек, қазақ, орыс, иностранка. Жоқ, маған жаңағы алып келген қыздарың ұнап қалды. Өйде, Диана ма? Атын білмеймін ғой енді, Диана болса Диана шығар енді. Болды, проблема жоқ, бірақ бүгін болса емес ол. Қашан болса? Көке, басқа да қыздар бар ғой? Жоқ, маған осы қыз ұнап қалды, маған жеттер. Болды, разговор жоқ. Болсаң кезде сразу хабарласайық сізге, қай жерге апарайық? Мен осы жерде пәтер жалдағам. 6-шы қабат, 22-ші пәтер. 22-ші пәтер ма? Болды. Міндетті түрде бірақ. Разговор жоқ. Кім мынау? Білмеймін. Іс-сапармен жүрдім дейді ғой. Бірақ мына жердегілердің бәрі сондай ғой. Бірақ. О, келдің ба? Қанша? Не қанша? Қанша сағатқа?
2 сағат жететін шығар. $100 сағат. Оho. $100. Кір. Жарайды, онда 2 сағаттан кейін келем. Иә? Есімің кім? Оның қажеті қанша? Бәрібір емес па? Жоқ, бәрібір емес. Кім есімің? Диана. Болды ма? Есімің кім, руың кім деп миды ашытпай бұл іштесіз. Тоқта. Отыр. Отыр деймін. Қарындас, мен сені 2 күннен бері байқап жүрмін. Не істейін енді байқап жүрсің? Ештеңе. Тек сен маған мына сұраққа жауап берші. Мынандай жолға сен қалай түсіп жүрсің? Пожалуйста, мораль оқымай-ақ қойшы. Шаршадым сендер сияқты ақылдылардан. Ақылдардың өздеріне. Қарындас, сен сабыр сақта. Мен білем, сені қандай да бір ауыр жағдай, мынандай харам жолға итермелеген ғой. Оны мен сенің көзіңнен ақ байқап қойғам. Негізінде мен сені әдейі алдырдым. Білесің бе не үшін? Өйткені сенің көзіңде қандай да бір мұң бар. Ал сол мұңның ар жағында шынайы көңілмен қандай да бір нәзіктік бар. Сен менен ештеңені жасырма, қарындас. Мен адам жанын жақсы түсінем. Психологсың ба не? Иә, психологпын. Қарындас, негізі сенің басынан өткен қандай да бір қиын жағдай сені осындай дөрекілікке тәрбиелеген шығар. Бірақ сен қанша дөрекі мінез көрсеткеніңменен айтып отырмын, сенде қандай да бір шынайылық, шынайы көңіл мен нәзіктік бар. Бірақ сол нәзіктік пен шынайы көңілің тағдырдың тәлкегінен көмескілене бастаған. Сен жасырма. Бар сырыңды ашып айт, ішіңде бүкпе. Мен саған қолымнан келсе көмектесем. Айтқаннан не пайда? Бәрібір еш нәрсе өзгермейді. Сен олай қателеспе. Сырыңды ашып айт. Тағы да қайталап айтам. Қолымнан келсе, мен сенен көмегімді аямайын. Менің әкем ішімдікке салынып бізді тастап кеткен. Інім екеумізді анам жалғыз асыраған. 2-3 жерде жұмыс істеп өсірген бізді. Бірақ тапқан табысы біздің киіміміз бен тамағымызға әзер жететін. Қолымыздан келгенше бізде көмектескенбіз оған. Сөйтіп бір күні анам ауырып қалады. Енді өз-өзіне келіп, артынша інім ауыр дертке шалынады. Содан кейін біздің жағдайымыз одан бетер нашарланып кетті. Анам екеуміздің бармаған жеріміз қалмады. Бірақ ешкім көмектескен жоқ. Оның еміне қыруар қаржы керек болды. Сонымен мен қалаға кеттім. Мақсатым жұмыс істеп, ақша жинау болды. Бірақ осындағы жұмыс тауып берем деген адам алдап соғып, осында келді. Қандай жеркенішті болса да, амалсыздан көндім. Осы жеркенішті жолда жүріп тапқан ақшаңмен ініңе көмектестің ба? Аздап. Жазылайын деді ма ініңнің дерті? Жоқ. Қарындасым, сен мені тыңда.
Сен мынадай харам жолда жүріп, дүние тауып, отбасыңа, ініңе көмектесем деп әуре болмай-ақ қой. Арам ақша ол ешқашан ешкімге әбүйір әперген емес. Дәл осы жолменен ақша тауып, отбасымды асырайым, ініме жәрдем берем дегенің ол бос әурешілік. Сенің бұндай жолмен тапқан ақшаң отбасыңның жағдайын одан сайын қиындатпаса, жеңілдетпейді, оған күмәнің болмасын. Алла өзінің пендесіне ешқашан көтере алмайтын сынақ бермейді. Сенің отбасыңның басында болып жатқан жағдай бұл Алланың сынағы. Ал Алланың берген сынағын осындай арам жолменен, арам дүниеменен өтеймін, проблемалардың барлығын жауып жіберем деген ол өте жаңсақ пікір. Сен отбасыңның жағдайының дұрысталуын, ініңнің дертінің шипасын тек қана Алла тағаладан сұра. Жаратушымызға жалбарын, жалын ол өте кешірімді, мейірімді. Егер сен шын тәубеңе келіп Аллаға жалбарынатын болсаң, ол кешіреді. Ол әр нәрсені көруші де, білуші де. Адасқан екенсің, қайтадан тура жолға түсуге әрекет жаса. Дәл мына жүрісің сені жақсылыққа апармайды, қарындасым. Мен адастым ғой, мені Алла тағала кешірмейді ғой деген жаңсақ пікірден аулақ бол. Айтып отырмын ғой, ол өте кешірімді. Шын тәубеңе келсең, ол бәрін де кешіреді. Солай, қарындасым. Харам жолдан аулақ болсаңшы. Ал қазір жинал. Қайда? Қазір менімен бірге барасың, таңертең мен сені ауылыңа шығарып салам. Мынау менің визиткам. Ал мынау ақша саған. Үйіңе аман-есен жетіп ал. Отбасыңның жағдайын біл. Егер қандай да бір көмек қажет болса, маған қысылмай хабарласа бер. Келістік па? Ал қарындасым. Тек мына жолдан аулақ болшы. Абыройыңа берік бол. Ойлайтын шығарсың, қайдағы абырой? Мен әбден адастым ғой деп. Жоқ, сен олай қателеспе. Жаңа айттым ғой. Шын тәубеңе келіп, Аллаға жалбарынып кешірім сұрайтын болсаң, ол сені кешіреді. Барлығы өзіңнің қолында, қарындасым. Қане, жүр. Ал Нұрек пен Мараша, олар мені оңайлықпен жібермей қоймас? Біріншіден, олар дәл қазір келмейді. Біздің әлі 1 сағаттан аса уақытымыз бар. Ал екіншіден, оларды маған қалдыр. Мен олармен өзім сөйлесем. Олар істеген ісі үшін заң алдында әлі толықтай жауап береді. Оған күмәнің болмасын. Қане, жүре бар.